Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ғылым әлемі деп аталады. Яғни біз бүгін жаратылыстану қандай ғылым, қандай салалармен байланысты толығырақ соған тоқталатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы біздің айналамызды қоршаған өлі және тірі табиғат нысандарының барлығын осы жаратылыстану ғылымы зерттейді. Яғни ол өлі зат болатын болса, егерде мысалы тау жынысы немесе тіршіліктің иесі болатын болса, жануарлар, өсімдіктер, тірі ағзаның барлығында жаратылыстану салалары зерттейді. Сонымен қатар болып жатқан үдерістер, мысалы жер сілкінісі, құбылыстар, тұман, жел, дауыл сияқты құбылыстардың барлығы осы жаратылыстану ғылымының нысандары болуы мүмкін. Сонда нысан деп отырғанымыз не? Нысан, яғни ол объект деген сөз. Зерттеушінің зерттеу мақсатында проблемалық жағдайды туғызатын үдерісі немесе құбылысы осы нысан деп аталады. Және нысан бізде не қарастырылады деген сұраққа жауап береді. Мысалы, жаңа айтып өткен ақбөкен, тау жыныстары дегеннің барлығы нысан болып табылады. Енді қазір біз осы нысанды зерттеген кезде неге назар аударуымыз қажет? Соған жақсылап тоқталайық. Нысанды және пәнді зерттеген кезде оның зерттеу гипотезасын дұрыс қарастыру қажет. Яғни дұрыс болжам бере алуымыз қажет. Мысалы, мына суреттегі ақбөкенге қарайтын болсақ, бұл өте бағалы жануарлардың бірі, және қазіргі уақытта Қазақстанда ақбөкендердің азаюына жыртқыш аңдарға қарағанда браконьерлердің зияны өте басым деген жорамал бар. Яғни браконьер деп отырғанымыз кім? Олар заңсыз аң аулаушылар. Яғни неге дәл осы ақбөкенді аулайды олар? Өйткені оның еті де бағалы және олардың мүйізі де өте қымбат тұрады, қымбат бағаланады. Және осы тұста осы ақбөкендерді зерттеу нысаны ретінде, мысалы, жаратылыстану ғылымының әртүрлі салалары зерттеуі мүмкін. Айтатын болсақ, экологтар осы ақбөкендердің қалай қорғалатынын зерттейді. Биологтар олар қалай көбейеді, қалай қоректенеді, қалай тіршілік етеді, соны зерттеу мүмкін. Және географтарды айтатын болсақ, олар қай аймақтарда таралады? Қазақстанның қай аймағында ақбөкендердің саны басым? Соған зерттеу нысаны ретінде жақсылап қарастырады. Енді қазір жаратылыстану ғылымдарымен таныстырып өткім келеді, және ол ғылымдар қандай нысандарды зерттейді, қандай пәндерге назар аударады, соған тоқталайық. Ең бірінші ол биология. Биология пәнін біз бөлек сабақ ретінде боламыз, 7-ші сыныптан басталады. Қазір біз жаратылыстану сабақ ретінде биологияның ішіндегі элементтерді де қосып өтеміз. Жалпы биология деп отырған ол тірі табиғатты зерттейтін өте үлкен саланың бірі. Яғни тірі табиғатқа не кіреді? Ол саңырауқұлақтар, өсімдіктер, бактериялар немесе жан жануарлар болуы мүмкін. Енді зерттеу пәні ол тірі ағзалардың несін зерттейді биология? Мысалы, фотосинтез, қоректік тізбек, зиянкестердің жаппай көбеюі, осы сияқты болжамдар жасау. Яғни фотосинтез деген ол өсімдіктерде болатын процесс, қоректік тізбек деген жануарлар мен өсімдіктердің арасындағы процесстер. Сонда дәл осы тірі табиғаттың арасындағы көп деген процесстердің зерттелуі осы биологияның зерттеу пәні болып табылады екен. Келесі бізде география. Гео деген жер деген мағынаны білдіреді. Оның зерттеу нысаны табиғат және адамзат қоғамы болып табылады. Яғни география бізде зерттеу пәні ретінде тау жынысы, теңіз суының қасиеті, қажетті тауар өндірісі, жер бетіндегі халықтардың таралуы, олардың тығыздығы, орналасуы, осының барлығын бізде география пәні зерттейді. Және келесі бізде физика. Физика өлі табиғатты зерттейтін ғылым болып саналады. Яғни оның зерттеу пәні қатты заттардың қасиеті, электр тоғы, желдің жылдамдығы, атомдардың, молекулалардың құбылысы және физиканың ішінде де өзінің салалары бар. Мысалы, астрономия деген сала болуы мүмкін. Ол аспан әлеміндегі барлық ғаламшарларды, күн жүйесін, жұлдыздарды зерттейтін саланың бір түрі. Оның барлығы әлбетте өлі табиғат.
Келесі бізде химия. Химияда өлі табиғатты зерттейтін саланың бірі, яғни ол жерде зерттеу пәні оттектің қасиеті, күкірт қышқылының өндірісі, қоспа, ерітінді, табиғи, жасанды заттар, оның барлығын осы жаратылыстану сабағында міндетті түрде өтетін боламыз. Осылардың барлығы химия саласының зерттеу пәні болып табылады екен. Сонымен қатар қазіргі кезде бізде бірнеше жас салалар бар, оларға да тоқталып өту қажет. Мысалы, биофизика деген сала. Яғни биофизика ол биология ғылымының физиканың әртүрлі саласымен түйіскен жерінде пайда болған. Мысалы, біздің ағзамызда қаншама биоактивті нүктелер бар. Сонымен қатар емдеу барысында, диагностикалық емдеулерде, сауықтыруда сол биоактивті нүктелер қолданылады. Мысалы айтатын болса, ДЦП деген ауруды сіздер білесіздер, баланың сал ауруы. Яғни ол жерде егерде балаға жақсылап тұрып, жаңағы нүктелердің бәрін оятатын массаждар жасалынатын болса, баланың жүріп аяғына тұру ықтималдылығы бар. Сонда оған биофизика саласы көмектесіп тұр. Нүктелердің барлығын оятатын физикамен байланысты аппараттар болады. Сол аппараттар арқылы массаж жасалынады. Келесі биотехнология. Өте керемет қазіргі кездегі жас салалардың бірі. Биология және инженерияның тоғысқан жерінде пайда болған сала. Яғни, мысалы біз нан пісіреміз, нанды ашытқының көмегімен пісіреміз, немесе сүтті ұйытып, одан айран аламыз, шарап жасау, сыра жасау, осының барлығында биотехнология саласы қолданылады. Келесі фармацевтика. Биология және химияның тоғысқан жерінен пайда болған сала. Ол жерде мысалы бактерия мен саңырауқұлақтардан антибиотик алу мүмкін. Мысалы көзге тек қана микроскоптың көмегімен көрінетін бір жасушалы пеницилл деген саңырауқұлақтың көмегі арқылы пенициллин деген антибиотик алынады. Ол антибиотиктің көмегі бактериялық ауруларға өте зор. Және егерде ағзада жара болатын болса, ірің қаптайтын болса, антибиотиктің көмегімен барлығын жақсылап тез арада жоюға, жазуға болады. Келесі биохимия. Биохимия мысалы физикалық және химиялық қасиетіне байланысты судың табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі сияқты ерекше құбылыстарды зерттейтін сала болып табылады. Сонымен қатар бізде материя деген ұғым бар. Материя деп отырған ол физикалық зат. Бізді қоршаған әлемнің барлығы осы материядан тұрады. Ол барлық заттардың массасы, ұзындығы, қасиеті, кеңістіктегі орнын осы материя арқылы біз зерттейміз. Материя бізде микроәлем, макроәлем және мегаәлем арқылы қарастырылады. Яғни бұл әлемдердің өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, микроәлемге тоқталатын болсақ, ол микро деп атайтып тұр. Микро өте ұсақ деген мағынаны білдіреді. Яғни көзге көрінбейтін ең кіші нысандарды зерттейтін ол микроәлем ғылымы. Яғни ол бізде электрондар, атомдар, ядро, жасуша болуы мүмкін. Біздің тірі ағзалардың ішінде саңырауқұлақта болсын, жануар мен өсімдікте болсын, міндетті түрде жасуша болады. Тіптен біздің бактерияларда жасушасы бар органоидтарға жатады. Яғни біздің ағзамыздағы жасушаларды біз қазір көре алмаймыз, бірақ микроскоптың көмегі арқылы оларды көруге болады. Сонда микроәлемдегі барлық нысандарды біз тек микроскоптың көмегі арқылы ғана көре алады екенбіз. Келесі макроәлем. Макроәлем біз көріп жүрген әлем. Біз мысалы нені көреміз? Ағза, төр, популяция, бірлестік, биосфера, айналамыздағы тірі ағзалар, өлі ағзалар болсын, біздің көзімізге не көрінеді? Олардың барлығы макроәлем құрылымдары болып табылады. Келесі мегаәлем. Мега деп айтып тұр, ең үлкен деген сөз. Ара қашықтығы ұзақ, өлшемі үлкен нысандар мегаәлемге біріктіріледі. Яғни оларға планета, жұлдыздар, галактика, бүкіл әлем жатады. Сонымен мына суретке қарайтын болсақ, микроәлем деген
Ол электрондар, атомдар, ядро, жасуша болуы мүмкін, Бұлардың барлығы микро әлем. Келесі макро әлем, ағза, планета, мысалы біз жануарларды көзімізбен көреміз, өсімдіктерді көреміз, тау, тас, барлығы көзімізге көріне ма? Демек, олардың барлығы макро әлем. Және мега әлем деген аспан әлеміндегі үлкен жұлдыздар мен күндер де осы мега әлемге жатады. Құрметті оқушы, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз жаратылыстану сабағына кіріспе жасадық және оның салаларына тоқталдық. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесіде жүздескенше.